Маған жалпы өмір баяндары ұнайды. Өмір баяндарды оқу өте қызықты. Сіз олардан не үйренесіз? Менің ойымша, сіз кімнің өмірі жайлы оқып отырғандығыңызды білуіңізге байланысты көп нәрсе үйрене аласыз. Олардан көп сабақ ала аласыз. Мен Исаксонның Джобс өмір баяны туралы оқыдым. Бұл мен үшін өте танымды болды. Және маған оның Бенджамин Франклин өмір баяны өте ұнады. Мен оны өзімнің қаһармандарымның бірі деп айтар едім. Ол шынымен керемет тұлға. Сонда сіз тұлғалардың биографияларын өз стратегияңызға, бизнес жоспарларыңызға, философияңызға енгізесіз бе? Франклиннің жағдайы туралы айтар болсақ, ол сол жерде жасалуы керектігінің барлығын уақытылы істеді. Осылайша, ол әртүрлі салаларды қамтыды. Және дәл қазір бұл маңызды деп есептеген жұмысқа мүдірместен кірісті. Сіз кітапты онлайн, планшетте, Kindleде немесе қағаз нұсқасында оқисыз ба? Әрине, дәстүрлі кітаптардың қағаз нұсқасының өзіндік романтикасы бар. Бірақ іс-сапарларыма байланысты мен әдетте кітаптарды айфонымда оқимын. Сіздер ол тым кішкентай деп ойлайтын шығарсыздар. Алайда ол әрдайым жаныңызда. Менің айфонымды алып беріп жіберіңізші. Оны қалай қолданатынын білесіз ғой. Сіз сонда оқисыз ба? Тым кішкентай ғой. Иә, ол кішкентай, бірақ жұмыс жасайды. Шындығына келсек, мен оқып жүрген кітап жағдайда таразыға салуға, ойлануға итермелейді. Бұл туралы айтқаным жөн, бола ма? Бірақ бұл кітап Говард Хьюз туралы. Ол да қызықты. Бір жағынан сақтық туралы. Бір жағынан тырнағымның тым өсіп кетпейтіндігін және оны егеу қажеттілігі жайлы сенімді болғым келеді. Хьюз туралы айта кетсеңіз, неге сіз оны танымды санайсыз? Мен бірнеше жылдан бері ол туралы биография оқығым келіп жүрген, бірақ әлі оқымадым. Мен ол жасаған нәрселер туралы жақсы білемін. Авиатор және басқа да заттар.